Тікелей эфирде Информ бюро студияда мен Мақсат Толықбай, ал мен бүгіннің басты жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек. Бүгін ұлттық аза тұту күнін үкімет мүшелері қаза тапқан шекарашыларды еске алумен бастады. Ал ресми тұлғалар 15 адамды тірі қалған шекарашы өлтіруі мүмкін деген ұқсайтын болжам айтты. Тез кезінде қыздарды шешіндірген оқиғаға байланысты білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың өзі жауап берді. Ал биылдан бастап ақылы оқу бағасы тағы қымбаттамақ. Шымкенттегі Сәуле ықшамаудан мұнай компаниясы сүріп тастағысы келеді. Ал шымкенттіктер мұнай құбырының өзін құртуды талап етеді. Астанадан үй ала алмай далада қалған 33 жастағы ана өзін-өзі өртеп жіберуге бел байлапты. Оның 5 баласы елбасынан көмек сұрайды. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Бүгін Арқан Керген бекетіндегі шекарашылардың қайғысына ұшырауына байланысты елімізде ұлттық қаза тұту күні. Тәуелсіздік тарихындағы бірінші рет жарияланған қаралы күнге орай мемлекеттік мекемелерде толар төмен түсіріліп, республика бойынша ойын-сауық шаралары мен телеарналардағы жарнамалар тоқтатылды. Ал үкімет отырысы қаза тапқан шекарашыларды 1 минут үнсіз еске алумен бастады. Арқан Керген шекара бекетінде 30 мамыр күні 12 шекарашы мен бір орманшының денесінің қалдығы табылған болатын. Ал ертеңде тағы 2 әскери қызметкердің мүрдесі анықталды. Олардың барлығының сүйегі қазір Астана қаласына гендік тексеруге әкелінген. Бүгін парламент депутаттары өздерінің бір күндік жалақысын қаза тапқан сарбаздардың отбасына көмек ретінде аударатындарын айтты. Ал үкімет отырысынан соң ішкі істер министрі Құлмахамет Қасымов ең соңғы 15 шекарашының табылғанын айтты. Оның қолында бекет командирінің пистолеті болған. Министр осыған орай оқиға ішкі қақтығыстардан болуы мүмкін деген болжам айтты. Тергеу жүріп жатыр. Кеше кешкісін қыстақтан 15 шекараш ұсталды. Ол азаматтық киімде болды. Одан жауап алынып жатыр. Айтқандары бойынша тексерілу жүргізілетін болады. Оның жүйкесі бұзылған деген ақпаратты да тексереміз. Оның қолынан командирдің қаруы алынды. Меніңше бұл оқиға ішкі мәселеге қатысты орын алды деген ұйғарым нақтылануы мүмкін. Ал Интерфакс агенттігіне сұхбат берген 15 шекарашының атасы Владимир Челах немересінің шекарашыларды өлтіргеніне сенбейді. Оның айтуынша бұлай болуы мүмкін емес. 19 жастағы ақыл есі түзу Владислав Челах аяқ астынан қалайша барлығын қырып салуы мүмкін дейді ол. 1992 жылы Қарағандыда туған Владислав Челах қаладағы 54-ші мектепті бітірген. Ол әскерге 2011 жылдың 23 қарашасында аттанған. Ал бүгін Владиславпен бірге қызмет етіп Ақтан Кергенде қаза тапқан 14 сарбаздың аты жөндері белгілі бола бастады. Қаза тапқан шекарашылардың бірі капитан Арман Кереев Алматы облысынан әскерге аттанған. 28 жастағы бұл азамат Батыс Қазақстан облысының тумасы. Марқұмның артында елмен бір жастағы Әрсен есімді ұлы қалып отыр. Әртүрлі ақпарат құралдарында жарияланған деректер бойынша келісім шартпен қызмет еткен 24 жастағы Ерлан Ақышев пен 28 жастағы Талғат Сәрсенбаев және 21 жастағы Рүстем Ақылбаев Алматы облысынан әскерге аттанған. Сондай әскерге Ақтөбе өңірінен алынған 21 жастағы Ағынас Қамбар мен 20 жастағы Әли Мақсатовта қаза болған. Ал Нұрлан Мұқашев Қарағанды облысынан Нұржас Үсіпәлиев пен Жанат Ильясов Жамбыл облысынан шақырылған дейді ақпарат көздері. Ресми органдар қайтыс болғандардың нақты тізімін әлі жариялаған жоқ. Ал Арқан Кергенде қайтыс болған ақтөбелік сарбаз 21 жастағы Қамбар Ағынастың туыстары оны Есет Батыр күмбезінің жанына жерлеуді сұрап отыр. Бүгін шекарашы сарбаздың үй ішіне облыс әкімі Архимед Мұхамедов көңіл айтып барды. Сарбаздың анасы болса, олының қаза болғанына әлі сенер емес. Қайғы жұтқан отбасылардың әрқайсысына 1 миллион теңге көлемінде материалдық көмек көрсетілетін болды. Қайтыс болған 2 сарбаз әскери күштер қатарына 2011 жылы шақыртылыпты. Қыршыннан қиылған жігіттер отбасылы болмаған. Бүгін Ақтөбе облысының әкімі шекарашы Қамбар Ағанастың жанұясына барып көңіл айтты. Қаза болған сарбаздың туысқандары Қамбардың ер мінезді, еңбексүйгіш болғанын айтып еске алады. Әскер қатарына шақырылмас бұрын ол әкесімен бірге 2 қабат үй тұрғызған. Ал баласы төтенше жағдайға тап болартыны ауған соғысының қатысушысы Асқар Саринов қорқынышты түс көргенін айтады. Бір түс көрдім. Өзім Афганец болғасын, мен жаңа армияға қалып кеткен. Сосын үйге келгенде түсімде ағам шинелді алып, өзім шинелін басқа шинел кигізіп жатыр. Содан білдім. Он должен поехать в армию отслужить. Қамбар ер мінезді бала еді. Үнемі әкем ауған соғысына қатысты, мен де отанымды қорғаймын дейтін.
Асқардың отбасында 7 жастағы Бауыржан атты екінші ұл өсіп келеді. Әкесінің айтуынша, ағасының басынан өткен қайғылы жағдайға қарамастан, бауыры міндетті түрде отанын қорғайтын болады. Ал шекарашының анасы әлі күнге қолынан айырылғанына сеналар емес. Сондықтан сарбаздың анасы мен әкімнің кездесуін камераға түсіруге рұқсат етілмеді. Тек әскерден жазған хаттар мен наурызда жіберген Раушан гүлінің қағаздағы бейнесі ғана анасының қолында қалған соңғы ескерткіштер. Қамбар ағанасының ата-анасы ұлдарын Есет Батыр күмбезі маңында жерлеуге рұқсат сұраған әкімдіктен. Өзім кездесіп, жылы сөздерімді айттым енді. Жалпы қазір адамдарымды қалдырдым осы жерде, мамандарымды. Тағы да бүгін ертең сөйлесіп, тағы да қандай өтініштер бар, соның бәрін қанағаттандыруға тырысамыз. Қамбардың әкесі баласының әскерге кетер алдында әлде қайда асыққандай күйде жүргенін айтады. Соңғы күзде кетерінде мына жерде канализацияны папа бітіріп кетейін мен. Қалып қояды осылай деп. Жанталас осыны бітіріп күзде. Лимара Салих, Баян Сағымбаева, Сұлтан Әлімағамбетов, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Ақтөбе облысы. Біз әлі бұл тақырыпқа оралатын боламыз. Өзге де жаңалықтар. Ұлттық бірыңғай тестілеуден түлектер биылғы жылы өте төмен балл жинап жатыр. Осы уақытқа дейін тек 2 оқушы ғана ең жоғарғы көрсеткіш 125 баллды иеленген. Олар Алматы және Астана қалаларының түлектері. Ал 100-ден аса балл жинағандардың саны 6421 оқушы ғана. Сондай-ақ тест кезінде бірнеше заң бұзушылықтарға жол берген 54 жас түлек тестілеуден шығарылды. Биылғы тестке ұлттық тест орталығы 143 мың сұрақ дайындаған, ал математика пәнінің тұңғыш рет логикалық есептер енгізілген. Онда есептер әр вариантқа бірден қосылыпты. Тест сұрақтарын дайындау барысында республика мектептерінен 166 үздік ұстаз кеңесшілік еткен. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов тест кезінде оқушы қыздарды жалаңаш шешіндірген оқиғаға байланысты түсініктеме берді. Журналистерге жүре жауап берген министр тексеріс кезінде шектен шыққан қызметкерлер тиісті жазаға тартылады деді. Провели и закрыли дверь, там стояли где-то 4 женщины около. Одна медсестра стояла, 2 вроде бы из МВД женщины. Они сказали, давайте, что ты стоишь, раздевайся. Раздели, стояли, сказали снять блузку. Они начали проверять бюстгальтеры, все, они полностью вытащили бюстгальтеры, все шпаргалки вытащили. Сказали снимать юбку, колготки сняли, сказали снимать до трусов. Көшеде жүрген қыздар сияқты көрді ғой бізге. Бергел жаман боқтап, бергел сучка деп шақырып тұрып бізге тексерді ғой. Прям унижение, ты заходишь в таком хорошем настроении, а там тебя раздевают до головы. И ты заходишь в шоковом состоянии, даже не помнишь, как ты ручку взял. Ты даже не знаешь, что за вопрос, не можешь сообразить. Помнишь только, как тебя там унизили. Мектеп түлектерін тест кезінде жалаңаш тексеруді астаналықтар бастаған. Олар қыздардың іш киімдерінен көмекші құралдар іздеген. Министрдің сөзінше бұл оқиға Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы аграрлық университетте болған. Дегенмен Бақытжан Жұмағұлов шашал десе бас алатындардың әрекеті анықталса, олар тиісті жазасын алады деді. Единичный факт был в аграрном университете, с этим мы разбираемся сейчас. А что будет в отношении тех, кто допустил такие нарушения? А как вы думаете? Ну что будет? Ну как вы думаете? Будем разбираться, а потом будем решать. А в целом, как вы оцениваете итоги ИНТ? В целом, как вы оцениваете итоги ИНТ по сегодняшний день идет на хорошем уровне. Я считаю, что наконец ИНТ идет именно так, как она должна была идти. Ал Көкшетаудағы тестілеу пунктінде бір емес 12 бірді ұялы телефон байланысын өшіру құралы қойылғанымен талапкерлер оны шыбын шаққан құрлы көрмеген. Өзімен бірге телефон алып кіре алмағандарға сыртта тұрғандар терезеден лақтырып көмектескен. Талапкерлер айласын асырғандықтарын айтып, айылын жияр емес. Жалпы тест оңай өткен жоқ, қанша дегенмен де. Сотқа алып кіргендер болды, оны жасыратын жоқ. Пайдаланыға алған адамдар пайдаланды, жоғары баға ала білді. Пайдалана алмағандар енді өздеріне тиісті балдарын алды деп ойлаймын. Түлектер жоғары балл жинау үшін қарап қалмаған, ал тест сұрақтарына жауап бере алмай сасқандары көмекті терезеден келіп түскен телефоннан тауыпты. Баласы үшін ата-ана университет әйнегін сындырудан да тайынбаған. Бұл күні тестке қатысу үшін 621 оқушының 36-сы келмей қалды. Себепсіз келмегендер биыл жоғары оқу орнына түсу мүмкіндігінен айырылады. Бірінші күннің қорытындысы бойынша алтын белгіден үмітті көкшетаулық 42 талапкердің тең жарысынан артығы сенімді ақтай алмады. Олар үшін телефонда жазып алған қағаздары да көмектесе алмады. Теміріздегішпен өткізді. Но енді көп ұялы телефондар алынды. Бірақ та олар неше түрлі
құйтұрқы әдістіктермен алып бергендер бар. Ол енді аудиторияның ішінде алынды, одан кейін әжетхананың ішіне кіріп содан алынғандар болды. Ал биылғы жылы жоғары оқу орындарындағы ақылы білім беру құны жылдағыдан едәуір жоғары болмақ. Республикамыздың кей университеттерінде оқу бағасы 20-30 мыңға дейін көтерілсе, элиталық білім ошақтарындағы жылдық төлем 100 мың теңгеге дейін шарықтамақ. Ал талапкерлердің ата-аналары болса, қымбатшылық дендеген бұл заманда жыл сайын жарты миллион төлеп, баламызды оқытуға шамамыз жетпейді, сонда қалталылар ғана оқысын дейме деп ашынады. Толығырақ Жанар Шолтай өріп өтеді. Маусымның 20-сынан бастап жоғарғы оқу орындарындағы қабылдау комиссиясы қызу жұмысқа кіріседі. Шілденің 9-на дейін олар әскерден келгендермен былтыр оқуға тапсырып, алайда түсе алмай қалған түлектерден кешенді тестілеуге құжат қабылдай бастайды. Биылғы жылдың бір ерекшелігі шілденің 17-сі мен 23-ші аралығында өтетін кешенді тестілеуге колледж түлектері де қатысады. Сынақ аяқталысымен шілденің соңына қарай барлық талапкерлер мемлекеттік грантты ұтып алу жөніндегі конкурсқа өз құжаттарын тапсыра бастайды. Ал кімнің грант, кімнің ақылы бөлімге түскендігі туралы ақпарат тамыз айының ортасында ғана белгілі болмақ. Ақылы бөлімге түскендердің айы биыл оңынан тумайтын болып отыр. Себебі аспандап кеткен оқудың бағасын ауыздықтау мүмкін емес. Мысалы, Астанада орналасқан Гумилев атындағы Евразия университетінің стандарттау, сертификаттау және нейтрология факультетінде оқу құны жылына 650 мың теңге тұрады екен. Дәл осы білім ошағындағы ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша дәріс алу 600 мың теңгеге бағаланған. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі қаржы факультеті 420 мың теңге болса, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ақпараттық жүйелер мамандығы үшін 346 мың сом сұрауда. Негізгі саламыз болмады. Экономика және бизнес факультетінде бізде ең арзан мамандық оталыпты. 380 мың жылдық бағасы әзірге сондай бағамен тұрмыз. Ең қымбат факультетіміз бұл мұнай газ ісі мамандығы бойынша 500 мың жылына. Жылдағы болатын жоғарғы білімнің бағасы студенттер мен ата-аналардың да жүйкесін қажытқан сияқты. Жылына жарты миллион төлеп баламызды оқытуға жағдайымыз жұпыны дейді олар. Күнделікті үкіметтің төлейтін айлықтары жетпейді ол. Мен асып кетсе $1000 артығын төлей алмаймын, асып кетсе төлей алмаймын, бірақ оқытқым келеді. Для некоторых приемлемо, для некоторых неприемлемо. Это однозначно. Где-то 30-40% вообще не будут учиться. Ақшасы көп өтеді. Ақшасы жоқ қалады. Ал элиталық санатқа жатқызылатын көш алды білім шаңырақтарының бағасы тіпті шарықтап кеткен. Қазақ-Британ техникалық университеті органикалық заттардың химиялық техникасы деп аталатын факультет үшін 1,250 мың теңге сұрауда. Халықаралық бизнес университеті көпшілік қалауындағы экономика, қаржы, журналистика мен халықаралық қатынастар факультеттеріндегі ағылшын тілді топтарын 664 мың теңгеге бағалаған. Қазақ топтары үшін дәл осы факультеттер 421 мың теңге шама шарқында. Ал халықаралық ақпараттық технологиялар университеті информатика, менеджмент, қаржы салалары бойынша баланы оқытуға 625 мың теңге талап етуде. Дәріс берген мұғалімнің айлығына кетеді бір бөлігі. Тағы бір бөлігі мынау жаңағы оқып жүрген өздерінің дәріс алатын бөлмелер бар. Соның мысалы жабдықталуы, содан жаңағы құрал жабдықтар, немесе жаңағы анау сол парталары мысалы соларға жұмсалады. Содан кейін келесі жыл мысалы оның жаңағы амортизациялық ескіруді ғой. Сол жаңартуға, кішкене жөндеуге соң кетеді. Тәбиеті тәубесіне түспей тұрған білім ошақтары бағаны білім және ғылым министрлігі бекітетін грант құнынан кем түсіруге құқымыз жоқ деп ақталуда. Жалғыз көмек әр студентке үкіметтің дотациясында. Жанар Жолтаева, Ернар Құсайынов, Информ бюро бірінші арна. Басты тақырып оралсақ, отанын қорғаймын деп денелері отқа оранған ұландарын бүгін елі аза тұтты. Соған орай Алматыда арда азаматтардың рухына құран бағышталды. Арқан кергеннен 4 қыраны туралы қаралы хабар жеткен Атырауда қолдарына қарамата байлаған жастар тобы жерлестеріне көңіл айтып, арнайы шара өткізді. Ал Талғаты мен Рүстемінен Қосбірдей бозағынан көз жазған Алматы облысындағы кейбір нысандар шұртшылаған жоқтауға қосыла алмады.
Қаралы күн, бейбіт күнде бір емес 14 боздағынан қапыда көз жазып қалған қазақ елі арда азаматтарын аза тұтты бүгін. Отанын қорғаймын деп, от қоранған ұландардың кейбірінің денесі жер қойнына әлі тапсырылып үлгерген де жоқ. Өйткені шыбын жандарын қылмыскер жаққан шырпының құрбаны қылғандарды сүйектерінен тану қиын болған. Ал қаралы тізімнің толық жарияланбай, арқан керген ақиқатын ести алмай жатқан ел алаңдаулы. Осындай бір ала бөтен оқиғаның орын алғандығы бізді қатты алаңдатады. Біз енді тыныш жатып ұйықтай аламыз ба? Шекараға қарап алаңдаушылық тіпті күшейетін болды. Қоғам қайраткерлері мен желтоқсаншылар боздақтарын бүгін тәуелсіздік монументінің басында аза тұтты. Ел іргесін қорғаймын деп құрбан болған қырандарының рухына Құран бағыштады. Ал Атырауда ары-бері өткендердің қолына қаралы күннің белгісі қара мата тағылды. Көлік жүргізушілеріне де азалы күні екенін ескертіп жүргендер жастар қынадай қырылып қалған қыршындардың замандастары. Мы скорбим по этому поводу, и мы бы хотели, чтобы все жители города Атырау, вся молодежь города Атырау не осталась в стороне от этого случая и вместе скорбила со всем народом, со всеми родственниками и близкими погибших. Еліміздің өз өңірлерінде де ерен ерлерін аза тұтқандар көңіл көтеру орындарының есігіне қара құлып салып, мемлекеттік нысандар туды төмен түсірді. Алайда қаралы хабар мына нысанға жетпегендей. Олай дейін десең, дәл қарама-қарсы бетінде аудандық әкімдік ғимараты мемлекеттік байрағын төмен түсіріп, қаралы күн екенін хабарлап тұр. Бірақ бұлар үшін, ел үшін денелері өртке оранып, күлге айналған қыршындардың құны қымбат емес сияқты даңғаза музыкамен көңілді күлкіге тыйым салынбапты. Бұл күлетін жағдай емес, бұл қаралы күн Қазақстан бойынша аза тұтқан халық. Аштықпен еткен. Ел күңіреніп жатқанда ерен ерлерін еске алып жатқан ағайынды базардан да кездестіре қою қиын. Күлді халық аза тұтып жатыр мына жақта. Өсіп жатыр музыка. Ал бұл Қаскелеңдегі аудандық аурухана азаматтарын аза тұтып туларын төмен түсірмеген. Әшейінде сайлау сынды саяси додаларды мүлт етпей, қатесіз атқаратын ақ халаттылар жастарын жоқтамаса да, елбасы бұйрығына бағынуы керек еді. Әйтпесе азаматтарын ардақтауды, аза тұтуды неге құнттамады екен? Айта кету керек, құрбан болғандардың ішінде дәл осы Алматы облысынан әскерге аттанған 2 азамат бар: Талғат Сәрсенбаев және Рүстем Ақылбаев. Ирина Савичанов, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31 арна. Өзгеде жаңалықтар, өз-өзімді өртеуге бармын, амалым қанша. Осындай ауыр мәлімдемені Астанадан үй ала алмай 5 баласымен далада қалған 33 жастағы ана жасап отыр. Алаяқ құрылыс компаниясының арбауына түсіп, 2008 жылдан бері дала кезіп жүруден әбден шаршадық деген Нұрғалиптар отбасы енді елбасынан көмек сұрайды. Барлық құзырлы органдарға хат жазып арашы болуын сұраса да ешкім көмек қолын созған емес деп бұл жанұяның салы суға кетіп отыр. Әріптесім Айда Боранбай тағы бір қазақ отбасына арман болған баспананың неліктен берілмеген анықтап көруге тырысқан еді. Нұрсұлтан ата бізге көмектесші. Өз үйіміз болса екен деп армандайтын бұл ағайынды үш бүлдіршін Нұрсұлтан атасынан көмек сұрап отыр. Олардың соңынан еріп келе жатқан мына Нұрсәуле мен Ясмин де істің мән-жайын түсінбесе де, осылайша парақтардың үстінде емес, өз үйіндегі балалар бөлмесінде ойнақсы келеді дейді олардың анасы. Жүкке толы бір ғана сөмкені арқалап, арман қала Астанадан 2 айдан соң алуы тиіс үйді ала алмай, 4 жылдан бері далада қалған біздерді Альянс Строй Инвест құрылыс компаниясы алдап кетті дейді ол. Әділдікке қол жеткізе алмасам, мына құзырлы органдарға жазған хаттарды өртеген сияқты өз денемді де өртке ораймын деп кесіп айтты. Әділдіктің жолында, шындықтың жолында бәріне барамыз. Өз-өзімізді өртеуге де барамыз. Ақтотының сөзінше миллион теңгесін алдын ала салып қалған несиеге рәсімдеген үйді оларға компания кредитті уақытында төлемеген үшін бермеген. Сондықтан жасалған келісім шарт осы себептен бұзылған. Алайда менің қолымда несиені уақытылы төлегенім туралы барлық тиісті құжаттар бар деп отыр ол. 18 сот тыңдалымы өтіп, оның үшін жеңіп алған Нұрғалиевтер отбасы ақыры алғаш салған ақшаларын қайтарып алған. Алайда 4 жыл құрылыс компаниясының соңынан жүгіріп, ештеңесіз қалған менің ендігі бір ғана талабым 5 балама шатыры бар баспана алып берсем дейді. Балалардың қиялында күйреп біткен осы үйіміз қол жеткізе алмай кеткен. 2008 жылдың қазан айында келсек, құрылыс тоқтап тұр, үй да жоқ, ештеңе де жоқ. Бір вагон өзімізбен бірге әкелген
үй дүние мүліктеріміз осы уақытқа дейін іске аспай, өзіміздің керегімізге жарамай қалып тұр. Дәл қазіргі менің бұл телеарнаға келіп тұрған себебім осы 2008 жылдың қазан айында келсек, құрылыс тоқтап тұр, үй да жоқ, ештеңе де жоқ. Ал Астанада орналасқан Альянстройинвест құрылыс компаниясының заңгері бізден ешқандай ағаттық кеткен жоқ деп отыр. Келісім шартты бұзу туралы арызды олар бір емес бірнеше рет жазған дейді. 5 баланың әке-шешесі де оларға жеңілдік те ұсынғанбыз, алайда олар өздері одан бас тартты дейді компания өкілдері. Господин Нургалиев был принят руководством компании, где было принято решение предоставить скидку, вводя в положение семьи Нургалиевых, от которой Нургалиев Габит отказался. Бүгінгі таңда қаржылық шығын кетті деп Нұрғалиевтер отбасы бұл компаниядан 4,5 миллион теңгені сот арқылы талап етіп отыр. Сот оның 1 миллионын ғана құптаған. Алайда Альянстройинвест құрылыс компаниясы бұл шағымға қарама-қарсы талап арыз жазып отыр. 4 жылға созылған бұл даулы оқиғаның нүктесі қойылар емес. Белгілісі Нұрғалиевтер отбасының үйлі болсам деген арманы мына күлі көкке шыққан қағаздардың күйіндей. Аида Боранбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31 арна. Қардайған шағымда көршілермен күресіп тыныштығым кетті. Осылай деген зейнеткер үйінің ауласындағы жерін еш рұқсатсыз тартып алған азаматтармен соттасып келеді. Ашынған кейуана жарты метр жер қалдырмай, үйімді көлеңкелеп тастаған көршілермен 1,5 метр бос жер үшін дауласудан шаршадым дейді. Тараптардың пікірін тілшіміз тыңдап қайтты. 70-тің жетегіне жеткен Мәриям Мәукенбаева қос көршісімен алақандай жер үшін арпалысам деп ойламаған. Көршілер арасындағы кикілжің кейуананың жерін кейін көшіп келген азаматтар өз аулаларына айналдырып алған кезде туындапты. Олар салып, у ней документу нет, она на нашей земле үйін салды деп маған пәле жауып постоянно 3 жылдай сотқа беріп жүрміз. Постоянно не земельный акт, не технический басқын представлять етпейді. 3 жыл бойғы даудың соңғы шешімі қарттың игілігіне шешілген. Зейнеткердің үйін тұмшалап тастаған бір беттегі көрші қоршауын алып, 1,5 метр жерді босатып беру керек делінген онда. Ал қарсы беттегі тараптың ортадағы қазығын алу қария ойлағандай оңай болмай шыққан. Заң бойынша бұлардың осы жерге құжаттары жоқ. Құжаттың барлығын 15 организациядан алдық. Наследие қалдырды дейді, ешқандай наследиесі жоқ. Қайтыс болған бабушкасының, сондықтан барлығы өтірік. Қарттың үйіне күн түсірмей қоршап алған азаматтармен тіл табысу мүмкін болмады. Ал Алматы қаласы бойынша аумақтық жер инспекциясының мамандары жер дауы сотқа жіберілгендіктен қолымыздан келер көмек жоқ дейді. Сейчас идет судебное разбирательство. Біз жердің жалпы көлемін өлшеп бердік. Ал қазір бұл іске қатысты сот үрдісі жүріп жатқандықтан жер қатынастары бөлімінен көмек көрсетілмейді. Тек сот төрешілері тексеру кезінде жерді өлшеп беріңдер десе ғана өзгерістер енгіземіз. Көршілердің қыспағына қалған кейуана кассациялық шағымның шешіміне үміт артады. Бәлкім әділеттілік осы кезде орнайды ма деп. Алайда 3 жылға созылған соттан қайыр көрмеген қария алдағы күндердің шуақты болатынына күмәнмен қарайды. Лимара Салихината Бұлқайыров, Информбюро, Алматы. Ал Шымкентте Сәуле және Қазығұрт мөлдек ауданының тұрғындары жаппай наразылыққа шықты. Жергілікті халықты мұндай қадамға баруына баспана мәселесі себеп болған. Осыдан 10-15 жыл бұрын қоныстанған жұртты Казтрансойл компаниясының басшылығы мұнай құбыр өтетін аумақтан көшіңдер, жерді босатыңдар деп мәжбүрлеп жатқан көрінеді. Ашынған халық бүгін облыс әкімдігіне барып әділдік іздеді. 10 жыл бұрын қоныстанған тұрғындар соңғы 2 жылдан бері Казтрансойл акционерлік қоғамымен соттасуға мәжбүр. Тұрғындардың діттегені жері мен баспанасы болса, акционерлік қоғам мұнай құбыры жүргізілген аумақтағы арақатынасты сақтауды талап етеді жергілікті биліктен. Былтыр 25 метр қашықтық болады деп шешіп берген соттың қаулысын жоғары сот қайта қарауға жіберген. Не үшін бізге халықты қолдамаса, не ішіне басып болып отыр мысалға да? Әкімшілік неге керегі бар? Ешкім шыққан жоқ, мысалға азына 8-ден бері тұрмыз мысалға. Осы аумақтан жүргізілген Павлодар-Шымкент магистральды құбырының диаметрі 820 мм. Тұрғындардың айтуынша жергілікті жер комитеті мамандары жіберген қателіктен тұрғындар жапа шегіп отыр. Ешкім жетіскеннен саған жоқ, одан кейін бізде шешім бар. Жердің мемлекеттік актісі бар, приемный актісі бар, соңға тіркелген. Біздің не кінәміз бар? Баспанасы үшін араша сұрап барған шағын ауданның тұрғындары қалалық әкімдіктің алдына жиналды.
халықтың жан айқайын естіген қала басшысының орынбасары келген тұрғындарды қабылдап, олардың ешқайда көшпейтіндіктерін жеткізді. Жер берген кезде үлкен жауапсыздық болған деп есептейміз. Сондықтан да енді халықты шырылдатқан бұл ешқандай ар-ожданға да, заңға да ештеңеге дұрыс келмейді деп ойлаймыз. Қала әкімшілігінің уәдесі орындалмаса, мәселені Ақордаға барып шешеміз дейді ашынған тұрғындар. Ануар Бірімжанов, Азамат Жанаспаев, Евгений Педро, Информбюро, Шымкент. Әділдік іздегендер Ақордаға, ал жәрдемақы іздегендер Жамбылға барған дұрыс. Мұнда тек медико-әлеуметтік сараптама қызметкерлеріне 35 мың теңге берсеңіз болғаны. Жәрдемақы алуға жалған құжатты әп-сәтте жасап береді. Өз қызметін 35 мың теңгеге бағалаған дәрігер кезекті пара алу үстінде ұсталды. Ол жаға дәніккен сараптама маманы әу баста айлаға салып ақша алмағанын айтып ақталды. Алайда сөмкесінен шыққан бұлтартпас айғақ айласын асыртпады. Ол мүгедектік туралы анықтама беру үшін Тараз қаласының тұрғыннан 35 мың теңге талап еткен. Осылайша қосымша қаржы табудың көзін тапқан дәрігер құзырлы орын қызметкерлердің құрығына ілікті. Қазір алаяқтық туралы қылмыстық іс қозғалды. Оның айыбы дәлелденсе, 5 жылға дейін түрмеге отыруы мүмкін. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының су тасқынынан зардап шеккен тұрғындары үкіметтің уәде еткен жәрдемін осы уақытқа дейін әлі көрмепті. Шыдамы таусылған халық ақыры жергілікті әкімшіліктің алдына жиналып, жан айқайларымен бөлісті. Жиналған халық осы уақытқа дейін көмекке көк тиын көрмедік деп ашынады. Жергілікті әкімшілік есігін тоздырғандар енді Астанаға аттанбақ. Қоймаймыз бұл, бірақ беру керек олар келіп тұрған ақшаны. Егер де бұдан бермесе, қалтамызға әйтеуір бар ақшаны саламыз да Астанаға Ақорданың қасына жатып аламыз. Назарбаевтың сарайының алдына барып жатып аламыз. Не қылса оғылсын бізді. Қатындарды атама, өлтіре ма? Қашан біз заявление жасаған қыс келеді ғой, біз үйді қашан істейміз енді? Үй қашан болады білмеймін, қашан болады бұл? Кімге айтамыз дадымыз, бізді тыңдап атқан адам жоқ. Ал билік болса барлық құжат толық жоғары жаққа жіберілген деп отыр. Бір ай бұрын құжат жөндеумен әуре сарсаңға түсіп жүргенде халықтың ашуын тудырғандар енді үкімет қаулысын күтеміз деп сендірді. Мүлікті бағалайтын комиссия 2 қайтара жүргізілген екен. Ордабасы ауданы бойынша 1000-нан астам баспана апатты деп танылған. Қазір үкіметтің қаулысын күтіп отырмыз. Үкіметтің қаулысы қалай шығады, соған байланысты қаржы берілетін болады. Қирағалы тұрған үйдің иесі Қалысқан Егізекова жиынға жете алмапты. Бірнеше айдан бері әкімдік ауласын торып шаршаған әйелдің денсаулығы сыр беріп төсек тартып қалған. Аптабыстықта шатырдың іші жанып тұр. Оған шыдай алмаған бала шағасын туыс тамырдың үйлеріне жайғастырыпты. 13 жан мекен ететін мына үйдің қабырғалары қайысып, опырылып түскен. Ауыл тұрғыны бар кінәні 4 айдан бері халықтың бастан кешкен азабын елемей келетін билікке артады. Ол арзымайтын ақша бөлінді деп өз басым мен үйіме бөлінген қаржымды да білмеймін. Біреулер біліп атыр астыртын, мен біліп атқан жоқпыз. Барсаң ол айтылмайды, жұмбақ дейді. Бұл жұмбақтың шешімі табылатын күн бола ма өзі? Ақпан айында тосыннан келген су тасқынынан оңтүстік Қазақстанның бірнеше ауданы зардап шеккен болатын. Әзірге далада қалған тұрғындар баспаналарын қалпына келтіру үшін қандай көмек алатындарын да білмейді. Қажыған халық бар зарын президентке жеткізу үшін Астанаға аттануға бел буып отыр. Болат Мүрсәлім, Мирас Сүлеймен, Евгений Педро, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы. Бүгін келіп түскен ақпараттар легосында Информбюроның орыс тіліндегі шығарылымын әріптесім Ержан Сүлеймен жалғастырады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.